Тараз қаласы номер 46 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әуелбекова Жарқынай Қанатқызы. Сабақтың тақырыбы: Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» романнан үзінді. Бірінші сабақ, 8 сынып. Оқу мақсаты: тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу, жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер. Балалар, суреттерге қарап бүгінгі тақырыпты болжап көрелік. Қалай ойлайсыңдар? Бұл суреттер нені айтқысы келеді? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақшы? Дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» шығармасынан үзінді. Олай болса, бірінші жазушының өмірбаянымен танысып өтелік. Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов 1924 жылдың 22 қазанында Қызылорда облысының Арал ауданының Құланды поселкесінің Үшкөң ауылында дүниеге келген. Қазақстанның халық жазушысы, 20 ғасырда қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан суреткерлердің бірі, қоғам қайраткері. 1941-1945 жылдардағы Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері. Ата тегіне тоқталсақ, Арал маңын ежелден қоныс еткен 7-ші атасы Тайқожа батыр, одан Қалдан, одан Арғынбай би, одан өз заманында асқан байлығымен танылған Сыланбай, одан туған Нұрпейіс болыс болған. Нұрпейістен Кәрім, Нәжім, Қали деген ұлдар туған. Осы үшеуі Кәрімнен туған Әбдіжәміл төртеуі 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бұлардан аман қалғаны Әбдіжәміл ғана. Әкесі Кәрім қыран салып саяттаған, ауылнай қызметін атқарған кісі. Соғыс қарсаңында балық колхозында жұмыс істеген. Әбдіжәміл Нұрпейісов халық жазушысы, КСР мемлекеттік сыйлығының иегері. Басты туындысы «Қан мен тер» трилогиясы. Ол 3 кітаптан тұрады. Бірінші кітап «Ымырт», екінші кітап «Сергелдең», үшінші кітап «Күйреу» деп аталады. Тарихи революциялық тақырыпқа жазылған қазақ романдарының ішінде жанрлық композициялық, стильдік тұрғыдан «Қан мен тер» трилогиясының өзгешеліктері мол. Біріншіден, шығармада дәуір тынысын 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінен бастап Колчак, Дулатов армияларының талқандалған шағына дейінгі мерзім кең қамтылып суреттеледі. Екіншіден, «Қан мен терде» басқа туындыларда аталып қана өтетін патшалық ақ әскерінің тіршілік келбеті мейлінше толыққанды бейнеленеді. Үшіншіден, романдағы авторлық мақсат, сюжеттік арналар, көркемдік зерттеу нысаны жаңа. Төртеу деп аталады. Тарихи революциялық тақырыпқа жазылған қазақ романдарының ішінде жанрлық композициялық, стильдік тұрғыдан «Қан мен тер» трилогиясының өзгешеліктері мол. Біріншіден, шығармада дәуір тынысын 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінен бастап Колчак, Дулатов армияларының талқандалған шағына дейінгі мерзім кең қамтылып суреттеледі. Екіншіден, «Қан мен терде» басқа туындыларда аталып қана өтетін патшалық ақ әскерінің тіршілік келбеті мейлінше толыққанды бейнеленеді. Үшіншіден, романдағы авторлық мақсат, сюжеттік арналар, көркемдік зерттеу нысаны жаңа. Төртіншіден, Әбдіжәміл Нұрпейісов сан алуан қасиеттермен қалыптасып болған әлеуметтік психологиялық талдау өнерінің қазақ топырағындағы жетілген өресін танытады. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздерімен танысып алайық. Бағыт, направление, балықшы, рыбак, ау, невод, сеть, кәсіп, профессия, занятие, жарамсыз, негодный, непригодный, айдап шығу, гнать, шошып қалу, пугаться. Ал енді жазылым тапсырмасын орындаймыз. 127 беттегі 5 тапсырма. 3 нұсқаның ішінен қажетті сөз таңдап жаз және сөйлемдерді аяқтаңдар.
Балалар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болу үшін ары қарай оқулықпен жұмысты жалғастырамыз. 126 бет, екінші тапсырма. Бұл жердегі берілген мәтінді оқимыз және де әр топ өзіне берілген тапсырманы мұқият орындаймыз. Бірінші топ мәтінге ат қояды, шығарманың негізгі идеясын анықтайды, мәтіннен антонимдерді табады, мәтіннен бұйрық райлы етістіктерді тауып, жасалу жолдарын, жағын анықтайды. Ал екінші топ мәтіннен кейіпкерлерді анықтайды, олар қандай кәсіппен шұғылданатынын айтады, олардың не туралы сөйлескенін мәтіннен тауып оқиды, Андрей еламанға нені ескерткенін мәтіннен тауып оқиды. Балалар, сабақтың соңында алған ақпараттарымыз бойынша Попс формуласына салып өз ойымызды айтайық. Бұл жерде бірінші сөйлем менің ойымша, ары қарай әркім өзінің ойын жазу керек. Екінші сөйлем себебі ескеруім керек. Сол жерде көп нүктенің орнына нені ескеруіміз керек, соны жазамыз. Үшінші сөйлем оны мен сияқты фактілер мен мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Осындай тапсырмаларды жақсылап жазбаша немесе ауызша орындаймыз. Сабақтан алған әсерімізді 2 жұлдыз 1 тілек әдісі бойынша жазып қалдырыңдар. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.